Талай бұлбұл мен дүлдүлді түлеткен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына биыл 85 жыл толып отыр. Сол айтулы датаға дәл қазір менің артымда қызу дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Биылғы жылы біздің академия үшін ерекше жыл, өйткені біздің осы қазақ топырағындағы кәсіби өнер саласындағы кәсіби мамандарды даярлаудың 85 жылдығы. 1933 жылы Темірбек Жүргенов сондай бұйрығымен бізде Қазақстанда музыкалық, драмалық техникум ашылды. Содан бастап, мінекей осы біздің қазақ өнеріміз содан бері жаңғырып келе жатыр. Бұл білім ордасында биыл қос мереке. Академияның мерейтойымен қатар оқу орнының ашылуына мұрындық болған мемлекет қайраткері Темірбек Жүргеновтың туғанына 120 жыл. Осыған орай ертең Алматыда өнер ұлт келбеті деп аталатын мерекелік концерт өтеді. Кешке Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева, Толқын Забирова, Сәкен Майғазиев сынды өнер майталмандары қатыспақ. Міне осы мерекені, осы бір үлкен датаны атап өтуге бүткіл академия ұстаздары, студенттер бәрі үлкен дайындық үстінде. Бұл әрине жалпы біздің қазақ өнерінде, мәдениетінде алатын орны өте зор дата деп айту керек сияқты. Әрине, іргелі білім ордасындағы бұл мерекенің ел үшін ерекше маңызы бар. Сондықтан шараның жоғары деңгейде өтуіне барлық өнер ұжымдары атсалысып, өзіндік үлес қосуда. Еліміз мәдениетті болсын, мынау 85 жылдық енді еліміз осындай өнер шаңырақтарда білім артып, жаңаны әдістемелерді, болып жатқан өнерде құбылысты бәрін қолданып, өнеріміз осылай балалар қолдары мықты болып, суреті болсын, бояу әлем болсын, үлкен еліміз мәдениетке орансын деймін. Ендеше тағылымы мол әңгіме мен әуезді ән тыңдап, ерекше кешке куә болам десеңіз, 18 сәуір күні сағат 19:00-де қазақ өнерінің қара шаңырағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының мерейтойына келіңіз.